Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Енді күйеуге тиюге қорқамын. Тағы да сондай болып шықса қайтемін. Одан да өмір бойы жыныстық қатынассыз өткенім жақсы. Енді қайтып еркектің құшағына көргісі, төсек ләззатын сезінгісі келмейтін әйел мені шошытты. Bir жағынан әйел арасында осындай қиыншылықтар болатынын осы жасқа келгенімше білмеппін. Білмек түгіл ойламаған екенмін. Ал қаншама әйел осыдан зардап шегіп, ақ төсегінің жатқысы, некелі жарын құшаққысы келмей жүрген екен. 21 жасымда ұнатқан жанға тұрмысқа шыққанмын. Үйден ұзатып шығару сол кездері енді ғана дәстүрге қайта еніп келе жатыр еді. Бұл шақта да бәріне дайын еді. Түске беташар рәсімі, кешке үйлену тойымыз болып, барлығы 2-3 күннің ішінде өтті. Содан кейін тағы 4-5 күн үйден қонақ үзілмей жаңа бос қосқан жігітіміз екеуміздің ақ төсегімізге жатуға шамамыз келмеді. Оның үстіне екеуміз де бір-бірімізден ұялып жүрдік пе, әйтеуір сәтті келмеді. Тек 7-ші күні ғана үйде адам аяғы сая басырып, аздап шаршауымыз басылғандай болды да, сонда ғана жұбайлық міндетімізді орындау керектігіміз еске түскендей еді. Бірақ сол күні де өмір бойы ұмытпайтын шығармын. Біз үшін дайындалып, аппақ болып салынған төсекке бас қойғанда, екеуміз де қысылғандай едік. Алғашқы түннен қорыққанымыз тағы бар. Әйтеуір бір уақытта құрсағымның іші жыртылғандай қатты ауырды да, арғы жағы есіме де жоқ. Көзімді ашқанда ауруханада жатыр екенмін. Басымда күйеуім, бір жағымда енем тұр. Не болғанын түсінбедім. Тек дәрігер келіп күйеуіме екеумізді ғана алып қалып, түсіндіргенде ғана көз жеткіздім. Түнде қатты ауырсынудан кейін талып қалыппын. Қорқып кеткен күйеуім бірден ауруханаға әкеліпті. Мұнда болады, қатты қорыққан шығарсың. Әдетте төсек қатынасынан алдын ала қорқыныш болғанда көп жас келіншектер болып тұрады. Қай жерің ауырады, қазір тексереміз, сосын бәрін анықтаймыз. Бұрын естен танған кездерің болған ба еді деп біраз сұрақтар қойды. Содан кейін арнайы гинекология креслоға шақыртып қараған соң аздаған қан талау бар екенін, біраз күн қосылмау қажеттігін де ескертіп қойды. Күйеуім екеумізге бәрі дұрыс екенін қуанып, біршама дәрі-дәрмек қабылдаған соң үйімізге қайттық. Дәрігер айтқандай 15 күндей қатынасқа түспедік. Мен де аздап сол түні ұмытқандай болдым, бірақ сонда да қорқыныш кетпеді ойымнан. Алғашқы түні қосылғандағы ауырсынудан қорқатын сияқтымын. Тағы да қосылдық, бірақ күйеуім ақырын қимылдағанның өзінде маған ауыр болды. Оны мен тұрмысқа шыққанның бәрінде болатын жағдай деп түсініп, сыр білдірмеуге тырыстым, шыдап жүрдім. Бірақ әр қосылған түні мен үшін ауыр азап болды. Тіпті кейде қан да білініп қалатын еді. Кейде білдірмеймін, кейде төсектен қашақтаймын. Ал жаңалықтан үйленген күйеуім оны түсінсін бе, өзім де ашып айта алмадым. Ол да күннен күнге маған күдікпен қарап, кейде соған бола ұрысып қалатын да шығардық. Ал енем болса, уақыт өткен сайын маған көтермедің бе дегендей емеурін танытады. Мен үшін тағы бір қасіретті түн өтті. Сол күні күйеуім жолдастарымен сырлатып келген екен. Ай-шайға қарамай мені төсекке алып ұрды. Дәп біреуден әбден қайрат жібергендей дөрекі қимылдап танытып, ауырады дегенге қарамай қинағаны. Бір кезде қатты шыңғырып жібергенімде білем, әрі қарай тағы да есімде жоқ. Тағы да аурухана, тағы сол дәрігер. Бұл жолы әжептәуір қан кетіп, біраз күні бүгіліп қалдым. Құрсақ туысым ауырғанда жанымды шығарардай болды. Абырой болғанда аса қатты жарақат болмапты. Дәрігер күйеуімді де шақыртып түсіндіргендей болды. Оның айтуынша тым қатты әрекет жасамау қажет екен. Оның үстіне менің де ішкі мүшемнің қан тамырлары нәзік екен. Ол кезде сексопатолог деген маман болатынын да білмейміз ғой. Не керек, содан бастап күйеуім өзгере бастады. Дөрекі мен мазақ еткенде бір сөздермен мұхаттанып қалғысы келетін. Арамызда салқындықтан сезген енем де
баласы ақтап мен жек көре бастағанын, үнімді шығармай тек шаруамен ғана айналысамын, төсекте де үнімді шығармауға тырысып боламын. Бірақ қатты ауырғандай ертеңінен бүктеліп қала беретін болдым. Шынымды айтсам, күйеуге тиюге маған қасірет әкелгендей болды. 12 келі салмақ тастап, әбжіреп қатты жүнжіп кеттім. 6 айдан соң көрген анам шошып кетті. Басында ауру екен деп ойлапты, бірақ шынында менің ішімде дерт кіріп үлгерген еді. Әрбір түнді өткеру күйеуімнің әрбір әрекетіне шыдау мүмкін болмай бара жатқаны. Бірақ оны анаңа қалай айтасың? Күйеуімнің ішіп келіп тағы бір рет жасаған әрекеті менің тұрмыстағы өміріме нүкте қойды. Зорлағандай болғанда қанша шыдайын десем де арасында даусым шығып кетіп, ал ол да ләззат алғандай еді. Жыныстық мүшесі құрсағымды жарып шығардай болғанда, енді онымен тұра алмайтынымды, жалпы енді қайтып жыныстық қатынасқа түскім келмейтінін түсіндім. Ажырастық ақыры. Оның несі айта беремін, мен ол кезде ешкім түсінген жоқ. Басыма қонған бақыт тепкен жан болды. Тіпті ата-анам да сөйттім де оңтүстік кетіп қалдым. Мені ешкім танымайтын, білмейтін жерге. Әңгіменің соңында байқағаным, жасы 40-тарға келсем де әлі тұрмысқа шықпадым. Әрі қарай қазбалап сұрамадым. Сол кездегі жаным мен тәнім түскен жарақатты қорқып қалған болар едім. Ойладым да қойдым. Неге олай болды екен? Себебін сұрамадыңыз ба? Ізденіп білмедіңіз бе деп сұрауға ғана батылым жетті. Біраз жылдан соң сексопатолог маманға бардым. Ол тексеріп барлық мән жайды сұрап білген соң күйеуімнің жыныс мүшесі менікінен сай емес болғанын болжатты. Толық диагноз қою үшін оны да кешіру керектігін айтты. Мұндай жағдай ерлі зайыптылардың арасында кездеседі екен, бірақ көп емес. Сол аз топтың ішінде болғанымызда. Кейін күйеуім туралы естідім. Ортақ танысымыздан кездестіріп қалғанмын. Ол тағы да 2 рет үйленіп, олар да 2-3 ай тұрған соң кетіп қалыпты. Қазір жалғыз тұратын көрінеді. Аздап мұңайып қалған әйел әрі қарай айтқысы келмегенін сыңап танытты. Әңгіме басқа арнаға ауысса да менің ойымнан кетпеді. Мұның ешбір емі болмаса, басқаша шығар жол болмағаны ма? Егер екеуін жол көрсетіп, кеңес беретін маман болғанда, отбасы сақталар ма еді деген оймен миымнан шықпай қалды. Міне, құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.